Каналыма қош келдіңіздер ханымдар. Сіздермен Фируза Мырзаева. Бүгін мен сіздерге өте керемет майдың жасалу жолын көрсеткім келіп отыр. Бұл май әжімге өте керемет әсер беретін мықты майлардың бірі. Шаштың қалыңдауына, шаштың түсуіне, бетке өте күшті әсер береді. Ең бастысы оп-оңай өз қолымызбен жасап аламыз. Еш жерден табылмайтын майды бірге жасайық. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Майды біз лавр жапырағынан жасаймыз. Яғни лавровый листен май жасаймыз. Лавровый листі білесіздер, бетке өте тоник ретінде пайдалансаңыздар болады, немесе шаштың түсуіне, шашты нығайтуға өте көп қолданылады. Енді осыдан қалай табиғи май жасауға болатынын мен сіздерге көрсететін боламын. Ханымдар, бізге қажет болады осындай баночка, кейін лавр жапырақтары қажет болады, және де зәйтүн майы қажет болады. Зәйтүн майы тазартылмаған, экстра вирджин деген жазу бар болу керек, сонда жақсы май шығады. Бұны ысытылған күйінде жасауға да болады, бірақ ол ұзақ процесс алады. Ал бұл өте қарапайым жасалынады. Бір жасап қоясыздар, дайын. Бізге қажет болады лавровый жапырағынан 10 шақтыдай қосып аламыз. Майдалап қосамыз. Ханымдар, лавр жапырағының свежий түрін алсаңыздар да болады, немесе осылай кәдімгі дүкенде сатылатын мен сияқты құрғақ түрін алсаңыздар да болады. Бұны қалай жасаймыз? Осылай бірінші ыдысымызға лавр жапырақтарын орналастырып аламыз. Бір 10 шақты жапырағын езіп аламыз. Лавр жапырағын салып алдық ханымдар. Енді осыған қарапайым ғана мына тұрған зәйтүн майын қосамыз. Көз мөлшерімен көміп тұратындай қоссаңыздар болады. Енді жай ғана қақпағын жабамыз. Жақсылап қозғап аламыз да. Қараңғы шкафтар болады ғой, кухняның шкафы деген сияқты, сондай жерге қойып қоямыз. 2 күнде бір осылай шайқап тұруды ұмытпаймыз. Және де 1 айда біздің майымыз дайын болады. 1 айдан кейін ситадан сүзіп алып, бұл майды сіз қалай қолданасыз? Ал ханымдар, бұл май дайын болғаннан кейін бұны қалай қолданамыз? Бұл майымыз дайын болғаннан кейін біз кез келген әжімге қарсы маскілерде мен сіздерге май қосыңыздар деп айтамын. Өзіңізге ұнайтын май. Соған осының 1-3-4 тамшысын қоссаңыздар болады. Немесе өзің бетіңізге жағып, массаж жасап, жүк тастасаңыздар болады. Бұл өте әжімге мықты майлардың бірі болып шығады. Ал шашқа арналған маскілерге қолдансаңыздар болады. Немесе өзін шаш түптеріне массаж жасап, 1 сағатта целлофан киіп, сосын жүк тастасаңыздар болады. Бұл май сіздерге ұнайтынына өте сенімдімін. Міндетті түрде осы видеодан кейін жасап бастаңыздар, 1 айдан кейін қолданып көріп, результатын комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер. Алма тіркеліп қойыңыздар ханымдар. Келесіде, иншалла, көз айналасында әжіміне қарсы тейп жабыстыру туралы келесі бөлім шығатын болады марафонның. Сіздермен болған Фируза Мырзаева. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Енді сіздерге барынша пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.